Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен біз ыдысымызға бөлме температурасындағы 180 грамм сары майды салып аламыз. Оның үстіне шамамен 40-50 грамм, яғни жарты кесеге жетер-жетпесте қантымызды сеуіп аламыз. Оны жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды сеуіп, жақсылап қамыр илейміз. Бұл жерде ұнның мөлшері әркімде әртүрлі, жалпы видеода көрсетілгендей жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Дайын болған қамырымызды кішкентай және де үлкен екі бөлікке бөліп алып, үлкен бөлігін осы пирог пісіретін формамыздың астына тегістеп жайып шығамыз. Ал қалған кішкентай бөлігін осы форманың шет-шетіне тегістеп жайып, оны вилкамен әсемдейміз. Енді ыдысымызға шамамен 330 грамм болатын ірімшігімізді, яғни творогымыздың үстіне 100 граммға жуық қант саламыз. Оны жақсылап араластырып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Содан соң қалауларыңыз бойынша үстіне 2-3 қасық сметананы қосып, оны блендермен ессеңіздер тіпті керемет болады. Бізде сметанада блендерде болмаған соң барлығын қарапайым вилкамен және де венчикпен араластыруға тура келді. Егер сіздерде сметанада блендерде болмаған болса, ал ірімшіктеріңіз құрғақ болып қалған болса, үстіне сәл ғана сүт тамызып, осындай консистенцияға келтірсеңіздер болады. Енді дайын болған массамызды жаңағы формамыздың үстіне құйып, алдын ала қызып тұрған духовкаға 180 градусқа шамамен 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әдемі, дәмді әрі оңай дайындалатын творожный пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.